Баяғыда заманда Саққұлақ пен әкесі бабам көптің алдында айтты дейді, балам, ел дегенің немене, ер дегенің немене деп. Сонда текті бала айтты дейді, әке, ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкенің айтқан сөздерін кіші қолдап тұрмаса, ел дегенің немене? Ел үшін құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, ағайын туған ел жұрты, ей батырым ой деп тұрмаса, ер дегенің немене деген екен. Сол айтқандай, бүгінгі қоғамда мінекей сол адамдар мейірім беткен заманда, адамнан бірін-бірін сыйластық кеткен заманда, міне осындай келеңсіз жағдайлар қоғамда қазір туып жатқан жағдай бар. Құрметті қонақтар, құрметті жігіттер, кешек болған Арыстағы болған жағдай, Құдайдан құдірет ештеңе жоқ. Аллаға жағанды десең азанды бол, халыққа жағанды десең қазанды бол, 5 намазды оқымай бекер жүрсең, қияметте тартар үшін жазаңды мол дейді. Сондықтан біз мұсылманбыз, біз текті халық ұрпағымыз. Сондықтан имандылыққа бет бұру деген бұл үлкен бір жақсы бір тамаша дүние. Абай айтады ғой, мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол деп. Сол келеңсіз сол имандылықтың, сол жоқтың салдарынан жүректе. Бүгінгі таңда кешегі Арыста жарылыс болды. Кешегі мынау ковид дейміз, кеп атқан нәубеттің бәрі, су тасқыны. Соған байланысты менің бір Бекмұрат дейтін бауырым бар. Соның сөзіне жазылған Шегірбек Әлбековтің «Бізге не болды?» деген бір тамаша әні бар. Соны қабыл алыңыздар. Назасы мекен, Алланың жазасы мекен, жесірдің көз жасы мекен, жетімнің наласы мекен, арамның амалы мекен, зинаның залалы мекен, қасірет көбейіп кетті, ақырет қабары мекен. Қасірет көбейіп кетті, ақырет қабары мекен. Су қойма бекеттен бекен, садақа зекеттен бекен. Көшеде тәнін пұлдаған, жезөкше көкөктен бекен. Мастанған ағадан бекен, тастанды баладан бекен. Парқына жет алмай тұрмын, пайыз бен парадан бекен. Парқына жет алмай тұрмын, пайыз бен парадан бекен. Қараусыз қарттардан бекен, амалсыз жатқаннан бекен. Күнәңді ашқаннан бекен, Құранды жапқаннан бекен. Сен неге аға берді, кім қалай баға берді? Қолыңмен жасаған күнәң аяқтан шала берді. Қолыңмен жасаған күнәң аяқтан шала берді. Әркімді әулие қылмаса, әруақты әуре қылмаса. Жамандық басылмас сірә, Аллаға жалынып
жалынып қана, Аллаға жалынып қана, жабылып тәубе қылмаса, жабылып тәубе қылмаса.